2015 жыл Рим қаласының маңындағы қалашықта тұратын бір ер адамның үйінде атыс қаруын жасырған деген күдікпен полиция қызметкерлері тінту жүргізді. Екінші қабатқа көтерілгенде полицейлер силиконмен жабылған есікті байқады. Есікті ашқан сәтте олардың көз алдына ретсіз жатын бөлме көрінді. Оның едені ақ шаң мен қиыршық тастарға толы еді. Бөлмеде бір ғана терезе бар. Оның шеті де силиконмен қапталған. Бөлмені қараған полицейлер қабырғадан ерекшеленіп тұрған бір белгісіз дөңесті көрді. Бұл қабырға кейінірек салынғаны анық еді. Осылайша жалған қабырғаны бұзу туралы шешім қабылданды. Құрылымның алдыңғы бөлігін бөлшектегеннен кейін ішінен созылып жатқан мәйіт табылды. Оны екі пластикалық пакетпен қаптап тастаған. Пластикалық пакеттерді алып тастағаннан кейін дененің сұлбасы көрінді. Бірақ ол қоңыр жабысқақ таспамен оралған еді. Пәтердің иесі мәйіт 2 жыл бұрын жүрек қан тамырлары ауруынан қайтыс болған әкесіне тиесілі екенін мәлімдеді. Ер адам қайтыс болғаннан кейін ұлы әкесінің зейнетақысын ары қарай да алуды жалғастыру үшін мәйітті жасыруға мәжбүр болған. Шалбардың қалтасында жеке куәлік болғанына қарамастан денені растау үшін сәйкестендіру процесі жүргізілді. Өлімнен кейінгі компьютерлік томография мәйіттің тістері жоқтығын көрсетті. Сондықтан тістер арқылы сәйкестендіру мүмкін болмады. ДНК талдауын жүргізу үшін үлкен бел бұлшық етінің үлгісі кесіп алынды. Сондай-ақ қайтыс болған адамның ұлымын деп мәлімдеген субъектіден де ДНК үлгісі алынды. ДНК талдауының нәтижелері екі ер адамның туыстық байланысын растады. Осылайша қайтыс болған адам шынымен әкесі екені дәлелденді. Отбасының дәрігерінің айтуынша 83 жастағы ер адам жүрек қан тамырлары ауруынан зардап шегіпті. Ал бұған дейін миокард инфарктын басынан өткерген. Мумификация бұл шіру кезінде тіндердің сұйылуының орнына кебуі. Мумификация кезінде тіндерден су буланып, бактериалды шірудің алдын алады. Мумификацияланған денені тапқан кезде сот медициналық патологоанатом барлық қолда бар мәліметтерге мұқият баға беруі керек. Өйткені өлім себебі өз-өзіне қол жұмсаумен де, кісі өлтірумен де байланысты болуы мүмкін. Немесе бұл жағдайда мәйітті жасыру себептерін анықтау қажет. Мәйітті тексеру кезінде дене салмағы 17 килограмм, бойы 149 сантиметр болды. Денені жуғаннан кейін ешқандай жарақат іздері табылған жоқ. Тері құрғақ, түсі сарыдан қоңыр түске дейін ауытқитын болып көрінді. Барлық ішкі органдар мумификацияланып, сәл ыдыраған, бірақ жалпы көрінісі мен құрылымы сақталған. Жүректі тексеру кезінде коронарлық артериялар қалыпты болып көрініп, айтарлықтай атеросклероз анықталды. Адамның өкпесі кішірейген, бірақ ешқандай аномалиялар табылмады. Шаш, бауыр, бүйрек және бұлшық үлгілеріне жүргізілген токсикологиялық талдаулар есірткі, алкоголь және басқа да сол секілді уларға теріс нәтиже көрсетті. Ақырында мәйітке компьютерлік томография жүргізілді. Суреттерде жарақаттану іздері мен сүйек сынуы анықталмады, бірақ остеопороз және остеоартрит бар екені көрінді. Барлық қолда бар ақпаратқа сәйкес зорлықпен өлтіру мүмкіндігі жоққа шығарылды. Демек, әкесі 2 жыл бұрын табиғи себептермен қайтыс болған. Ол содан кейін мәйітті жерлеу костюмімен киіндіріп, денені тас қабырғаның ішіне жасырған. Ересек адамдарда мумификацияның табиғи процесін аяқтау үшін әдетте 6-12 ай қажет, ал мумияға ыстық, құрғақ және де ауа ағыны бар орта керек. Алайда дене толығымен скотчпен оралып, қабырғаға бекітілгендіктен, қоршаған орта жағдайы толық сәйкес келмесе де, толық мумификацияға ұшыраған. Осымен видеомыз аяқталды. Достар, видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Және де комментке 5 немесе одан да көп сөзден тұратын коммент жазып кетсеңіздер екен дейміз. Бұл арнаның дамуы үшін өте маңызды.
Ендеше сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.